Катарда футболдан өтіп жатқан әлем чемпионатында Марокконың Испаниямен өткен матчтағы сенсациялық жеңісін таяу шығыс елдері тойлап жатыр. Атлас арыстандары аталып кеткен Марокко футболшылары араб елдері тарихында алғаш рет дүниежүзілік додада ширек финалға шықты. Ар-Райян қаласындағы Education City стадионында Ашраф Хакимидің пенальти сериясындағы жеңіс голынан кейін араб және Африка елдерінің қалаларында мыңдаған жанкүйер жаппай тойлауға көшті. Марокко араб елдерінің қолдауын бұдан бұрын да сезіне бастады. Өйткені Сауд Арабиясы, Тунис және Катар топтық бәсекеден аса алмай қалды. Сондықтан жанкүйерлер назары F тобында үздік шыққан мароккалық футболшыларға болды. Біз күресе білдік және Марокко халқын бақытты еттік. Біз тарихқа ендік. Біз бұған лайық едік. Бізді алаңда Марокко халқы біріктірді, деді Марокко бапкері Валид Реграри. Оған және командаға Марокко королі Мұхаммед алтыншы телефон шалып құттықтады. Сонымен қатар жеңіс құрметіне Катар әмірі Марокко туын көтерді. Атлас арыстандарын құттықтаймыз, бізді қуанттыңыз. Марокко мұны тағы сен жасадың, деп Иордания патшайымы құттықтады. Министр және билеушісі Мұхаммед бин Рашид Аль-Мактум да құттықтап, Атлас арыстандарының жеңісі барлық арабтар үшін қуаныш пен мақтаныш, деді. Доханың өзіне мыңдаған мароккалық жанкүйер Астананың орталық базары Сук Вакифқа ағылды. Оларға жалауларын желбіреткен саудиялықтар, катарлықтар және мысырлықтар қосылды. Оған қоса Катардағы қос Лусаиль мұнарасы Марокко жалауымен және жарайсыңдар арыстандар деген жазумен айшықталды. Бұған дейін Марокко құрамасы 1986 жылы Мексикадағы әлем чемпионатының плей-офф кезеңінде бір рет бақ сынады. Арада 36 жыл өткенде сол көрсеткіштен асып түсіп отыр. Еске сала кететін болсақ, бұдан бұрын Марокконың сенсация жасап 1-8 финалда Испанияны жеңіп кеткенін айтқан болатынбыз. Сондай-ақ Португалия футболшысы плей-офф кезеңінде гол соққан ең сақау ойыншы атанды.